Біз бүгін мына майды қорытып алайық деп отырмыз. Света бүкіл майдың бәрін шығарды. Осылардың бәрін қазанға қорытып аламыз. Әуелі жуамыз, әдемілеп тұрып бәрін. Бұл қойдың майы. Қойдың іш майлары. Қойдың іш майы бірыңғай. Сиырдың да іш майы бар, қойдың іш майы бар. Сол іш майлардың бәрін жуып, сорықтырып, сосын барып қазанға турап, сақтап, сосын қазанға қорытып аламыз. Түгіл айырып аламыз. Мына шырығы бөлек болады, ішіндегі майын айырып аламыз. Мына қойдың майлары бұлар свежий, әдемі. Міне әдемі майлар, мына қойдың майлары, қойдың іш майы мінекей әдемі. Анада сиырдың майы бар, қойдың майы бар. Бәрін қазір жуып, әдемілеп жуып бер, анаған сорықтырып, сосын шетінен кесе береміз. Шетінен кесіп, сорықтырғанын мен турай берейін. Сен не қыла бер, ақырдан тура бер. Шары не қылмадың ба? Қыстан қалған майлар ғой бәрін. Түгел қорытып, свежий де бар, ана свежий өткендегі қойдың майлары алғанбыз. Бұлардың бәрін қорытып алайық деп отырмыз. Бүгін күн жылы, әдемі далада, қазанда бәрін істейміз. Күн жылынды, тамаша болды күн. Міне, жуып алдық. Енді түгел кесеміз. Ұсақтап, мен кесе берем. Свет екеуміз кесеміз, сосын қуырамыз бұны. Мына майды неге саламыз ба? Қайда саламыз? Тура алғанда. Қазір сен саларсың, сол көрші. Құйрық майда бар, іш майда бар, бәрі де бар. Сиырдың майы бар. Құйрығы екен, құйрығы да бар. Бүкіл неғылған майлардың бәрін қорытып аламыз әдемі. Қаншама май шығады бұған әдемі. Едәуір май жинады. Тамаш, неше келі болар екен, еппай Света? Примерно. Қойдың құйрықтарында турап жүреді отыр. Бәрін қорытып аламыз, май болады. Майды сосын бауырсаққа пайдаланамыз. Және бірдеме қуырғанда пайдаланамыз. Сұйық майға қосып, әдемі болады. Кілең осылай қыстай алған майларымыздың бәрін жазып тұрып, осылай қорытып аламыз қазанға. Далаға, қазанға тамаша. Қазір көрсетеміз, жуа саламыз, алма саламыз, иісін кетіріп. Лавр жапырағын саламыз, бұрыш саламыз. Сонда әдемі не болады. Светімнен саласың ба? Құйрық жағы. Майымызды турап алдық. Енді қазанға бәрін қуырамыз. Бісміллә. Қазанға салып енді қуырамыз. Бұл әлі кішкене қайнайды, қуырылады. Астына отын жағып. Міне таза май әдемі. Ешқандай несі жоқ. Бір қазан болды бізде. Бір қазан болды. Қазір қуырылып тұрған не болды. Енді қуырып, іш майы несін шыжығын бөлек аламыз. Ал таза майын қазір неге ыдысқа құйып аламыз. Сонда тоң май шығады одан. Сол тоң майдан бауырсаққа, тамаққа пайдалануға болады. Өте пайдалы. Малдың майы, қойдың майы бұл жерде, сиырдың майы, жылқының майы да бар. Бүкіл қалған майлар. Енді бұл иісі несі болмас үшін мінекей жуа саламыз, алма саламыз. Анда қалақтың әлі келмей тұр едім. Ана қалағыңды алып келші өзіңнің, не? Келе ме? Міне алманы турап аламыз.
Алманы турағанда ана ненің шұжықтың ана нелердің майдың иісін алады алма. Алма салат, жуа салат, лавр жапырағын салат. Майлы болып. Пышақ май. Соқпайды. Бір қазан май болды. Қазір бұдан қанша өле. Біз мына жерге көшіп келдік. Неге көшіп келеді ғой сол сияқты жайлауға. Ыдыс аяғымызбен бәрімен көшіп келдік. Неге далаға. Қыстан аман сау шықтық қой әйтеуір. Жақсы қыстадық. Майды қарам, мынаның бәрі әлі кішкене не қылады, содан кейін несі шығады ғой, таза май. Пока қайнайды. Бір 14 болса, мынау 10 литрдей болады шығар. Бір 5-6 литр май алсақ та жерде. Таза май шығады, сосын шыжығы бөлек шығады, майы бөлек шығады. Баяғыда осылай қортып алатынбыз. Сосын не деген болады? Ай, сұйық май. Ненің шемішкенің майы ғой. Сол сұйық майменен мына қортылған майды осы мына тоң майды қосып алсаң, екеуін қосқан кезде комбижир деген. Үкіметтің де комбижирі болады дүкенде. Жәшігімен алады. Сосын осындай қылып, жартысы сұйық май, жартысы тоң май осылай салып, комбижир істеп алатынбыз баяғыда. Бір шелек, 10 литрдік шелегіміз болады. Сол шелекпенен бір шелек май дайындап қоямыз. Сосын бауырсақ пісіреміз, тамақ бәрін сол маймен пісіреді. Пловты да сонымен істейді, бауырсақ та сонымен, пирожки бәрін сол маймен істей береді. Балаларға не қылғанда тамақ істеп картоп жарить етеді, бәрі сол май. Бір май сол. Жәшікпен сатады оны. А біз өзіміз сол үкіметтің дүкеннен комбижир аламыз. Оның сыртында осылай тоң май мен сұйық майды қосса, комбижир болады. 50/50. Сол комбижир деп сол. Жетпей баратса, жаңағы дүкеннің комбижирін аламыз. Жетсе осыменен бәрін істейміз. Бүкіл тамақ бәрі. Вермишель осымен істелінеді. Картоп осымен істелінеді. Бәрі, бүкіл тамақтың бәрі осы жирмен істелінеді. Комбижир қымбат болады. Бағасы, да, қымбат, дорогой. Таза май ғой әдемі. Жәшікпен, прям сливочный май жәшікпен, и сосын жаңағы комбижир жәшікпен болады. Бір жәшігін алып алсаң, қыстайыңа жетеді. Сол бір жәшігін алып аламыз, оның сыртында осындай мынандай тапет етіп аламыз. Енді бала-шаға бар, қонағымыз бар, бауырсақ. Ой, бауырсақ, пирожки, беляши, әлгі неше түрлерді істейміз ғой балалар. Әбден қайнау керек бұл. Мынау әлі шырылдап жатыр, арасындағы су шырылдап жатыр. Таза болған кезде өз майын алады тамыр. Мінекей майымыз біраз су бәрі кетті. Енді таза майы ғана қалады. Сол майына мінекей мына нені саламыз. Алмамызды, жуамызды мінекей. Уже енді таза майы. Жаңа суының бәрі кетті. Шырылдап, шыршыр етіп суының бәрі кетті. Енді таза шыжық болады. Енді міне алма салып жатырмыз. Міне дәмін иісі кетірсін. Сосын жуа салып жатырмыз. Міне көк алма, қызыл алма, алмалар салдық. Сосын лавр жапырағын саламыз. Міне лавр жапырағын саламыз. Міне мынау құдағиымның бүкілі несі мінеке. Ұн салатыны бар, қант салатыны бар. Бұрынғы мінеке ескі, жоғалтпай мінеке осыны ұстап жүр. Біз енді мен жерге әкіп бердік. Құдағиымның гарнитурында тұратын заттары. Әдемі мінеке ескі бұрынғы. Нешінші жылғылар бұл? 78. Иә. Дәмелінің приданные. 70
алпыс сегіз алпыс жеті сол жылдары шығар иә приданные мінекей бұрын осындай крупа горох дейді доз қант салатын осының ішіне салып қояды оның гарнитурдың ішіне салады оны кухонный гарнитурдың ішіне тұрады иә анау нан салатын иә міне хлебница самауырым мінекей менің ол самауырның бәрін баяғыда районда жүргенде тоқ самауыр қылып алдық ойбай тоқ самауыр бірінші жай самауыр болды одан кейін ойбай керемет тоқ самауыр деп сонымен сұрады адам несін ішін не істейін кейбіреулер қалдырады екен ана ішінің несін қалайсың несін трубасын мен молырақ болсын деп алып тастадым енді ақырында тоқ самауырын ұсталмайды менен келген приданныйдан келген бұған уже 50-60 жыл болады шығар 60 болады құдайға екеуміздің приданныйын Светаға беріп жатырмыз съемкаға бақытқа бұрынғы нелер мінекей қандай тамаша ал мінекей неміз шыжғырылып болды уже болды ма мінекей енді майын құйып аламыз енді күшті болып та майлы нелерді қара алмаларды қара жуаны қара мінекей міне осы жетеді болды неге саламыз яқып керек жоқ қазір енді бәрін салып аламыз енді мынаны түгел тазартып құйып аламыз біз міне мінекей ішінде мінекей майы бәрі тамаша болады мынау шыжығын өте қуырып міне осылай әдемі алған дұрыс майымен несіменен сосын неге салуға болады нанға салуға болады кейбіреулер құрт езгенде құрттың үстіне де салады осыны керемет болады тамаша мінекей таза май қазірде қорытылды бір 3-4 литр май шыққан шығар мінекей майын қарашы таза енді мына жуаларын сосын салып аламыз ғой мынандайға майын салып аламыз мінекей май қандай тамаша әдемі осындай қылып алған дұрыс кейбіреулер қап-қара қылып алады түгел до конца шыжғыр олай етпеу керек осылай шамалы еткен жетеді майы да жетеді несі де шыжығы да әдемі болады таза май шықты таза тоң май тағамда баяғы осылай өскен ғой осылай тұрады желкеде екіншіні етеміз қазір тап-таза май тамаша алманы қарап пісіп қалыпты сварилась пісті алма майын бәрін қорытып алдық мінекей мынау шара шықты мынау шықты мынау мен шықты тағы да мінекей міне шыжығын алдық мынау шыжығы ішінен шыққан ол шыжықты ертең нан басам тапа нан сол кезде шыжықты арасына саламыз мына шыжықты бұл шыжықты пайдалануға болады құрт өзгенде құрттың үстіне құртқа салады жай бірдеме қуырғанда да салуға болады енді бұрын салатын қазір енді салмайды ғой сол нанға салам мен нанның ішіне тапа нанның ішіне салса әдемі ол да бір тағам болып шығады иә енді мына майдың бәрі мінекей шараға темір шараға эмалированный шараға бәрін сүзіп алдық енді бұл қатқаннан кейін бөліп морозильникке мынандай мешочекке салып пайдаланамыз соны аз-аздан ана сұйық майға қосып отырамыз қоспай да өзіне бауырсақ пісіреміз сондайларға пайдалануға болады а мынау шыжығы бұл шыжығын ертең нан істеймін сол нанның ішіне саламын ана сосын көрсетемін мынау таза шыжық мінекей әдемі шыжық май мінекей әдемі таза май шықты мыналардың бәрін тұнады сосын астына қарасыз астына қалады сосын пышақпен қараларын қырып тастаймыз да салып аламыз бұл қатады енді
күнемей тұрғанда тоңмай қатып қалады, тез қатады. Мынау кешегі қорытып алған майымыз, мінекей шыжығын бөлек алдық, мінекей қатты. Енді бұны бұлай ортасынан шағын кесіп, бұлай төртке бөліп, неге салапан мешокқа салып, неге холодильникке тастаймыз. Сосын керегін шетінен ала береміз. Мынау әрі дұрыс неғылған жоқ, мінекей бұлай омыр бүйтіп, әдемі қатып тұр мінекей. Әппақ, тап-таза мінекей. Сосын мұнаны бұлай бір бөліміз, төртке бөліп, мешокқа салып, морозильникке тастаймыз. Сосын керегінде алып осы жерден бауырсаққа салып отырамыз мінекей. Қаншама май шықты мінекей. 5 келден артық болады шығар мынау. Шара. 2 келі болады шығар. Мынау 2 келі, мынау 1 келі болады, 3 келі, 4 келі, 5 келдей май шықты. Бір қазан не. Сосын шыжығы шықты, шыжығын бөлек нанға сосын көрсетемін. Әдемі болды. Енді бұны қазір холодильникке салып кішкене тағы да қатты қатыруымыз керек. Біз осы жерге далаға қойдық, ненің ішіне салып қойдық жауып. Мінекей мынандай қатқаны. Енді до конца қатты қылып қатқан кезде мешочкке салып аламыз. Андағыны бөлек қойырсың. Мінекей тап-таза май шықты. Бұлай алынбай шығар. Әлі до конца қатқан жоқ. Көрші, алынбайды, кажется. Алынбайды, сотыла береді, нет. Ана давай. Солай. Қысық. Тап-таза. Бұл қатты қатқан кезде прям омырлық, бөлек болып әдемі болып шығады. Енді бұны біз бауырсақ пісіргенде қосамыз бауырсаққа. Тамаққа да қосуға болады кішкене. Не қылып. Ешқандай несі жоқ. Жаңа нелердің бәрі неғылған иісін алды. Ешқандай иіс жоқ. Света қараш. Иіс жоқ ешқандай. Тамаша. Алманы қосқанымыз иісін алады. Мына қойдың иістері болады ғой, соның иісін алады. Жуа алады иісті. Сосын лавр жапырағын салдық. Кейде қара бұрышта салатымыз горошқа. Сөйтіп қоса қайнатсаң, иісін әкетеді. Иісі. Енді қойдың қанша дегенмен майдың иісі болады ғой, сол майдың иісін сол алма алып кетеді. Алма, жуа, солар жақсы. Сол үшін қостым. Солай қосып істеймін мен. İsteseniz solay istediğinizdir.